Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгін сіздермен формула жазу үйренудегі келесі шығарып үйренуіміз керек есеп. Бұл мынау квадраттау. Яғни бізде а квадраты берілген. А квадрат, сол а квадраттың қабырғасының мәні, мысалы қараңыздар, мынандай бір а квадрат беріледі. Бұның квадраттың қабырғасының ұзындығы ол мәтін, ұзындығы ол мән. Біз ол мәнді айнымалыға жазамыз. Ол мәннің типі бүтін сан болуы мүмкін, нақты сан, жалпы санмен беріледі. Және бұл а мен а-ны квадраттаған кезде бұл ауданы, аудан ол да мәтін, яғни бір ақпарат. Бұл ақпарат сақтау үшін де бізге мәліметтер типімен сипаттаймыз. Ол ақпараттың типі ауданды біз санмен сипаттаймыз. Мысалға 20 квадрат деген секілді, 30 квадрат деген секілді. Ол 20-30 оның барлығы сан болғандықтан біз бұл S ауданды санмен сипаттаймыз. Егер біз А-ны, осы А ұзындықты бүтін сан деп алсақ, яғни 3, 4, 7, 10 мың деген секілді бір бүтін сан болса, онда бұл бүтін сан мен бүтін санды көбейткен кезде шығатын сан да бүтін сан болады, яғни аудан да бүтін сан болады. Егер біздің мынау квадратымыздың ұзындығы, қабырғасының ұзындығы бөлшек сан болатын болса 3,5 деген секілді, онда 3,5 мен 3,5 көбейткен кезде ол да шығатын ауданымыз да бөлшек сан болып кетеді. Сондықтан осындай бір нәрселерді ескеру керек. Формула жазып үйренуден бөлек осы мәліметтер типін де ескеру керек болады. Программаға кеттік. Main. Мынау жақша ашылып, жақша жабылады. Осы аралықта біз программа жазамыз. Енді мына есеп шығару үшін бізге А және S деген екі мәтін керек. Мән керек. Яғни қабырғаның ұзындығы керек және ауданның көлемі керек. Ол осы екі мән, біз ол екі мәннің типі integer, бүтін сан деп аламыз да, integerмен сипаттаймыз. Integer типті А айнымалысы және S деген. Үлкен әріп пен кіші әріп негізгі екеуі екі түрлі. Мысалы, осы жерде А деген айнымалы бар және үлкен А деген бар. Бұл екеуі екі бөлік айнымалы болып табылады. C++, Java, C# осы тілдерде. Осылай кеттік. Бұл неяқтан А-ның мәнін береміз. Сол А-ның мәнін квадраттау арқылы біз S-тің мәнін шығарамыз. Ол жерде экраннан жазып алу үшін консоль in деген, мысалы sin стрелка аға қарап тұрады, яғни переменная қарап тұрады. Осылай. Осының алдында біз А-ны енгіз деп шығаратын болсақ, мына қара экранға мысалы тек қана 5 деп жазбай, оның 5-тің алдына А тең деп мысалы А тең деп шығарымыз келсе, онда Cout, бірақ Cout-та стрелка именно C++ тілінде былай қарайды. Cout кавычкаға аламыз на екі нені А тең деп. Осылай. Кетті. Мынау бір строка жаздық, сөйлем аяқталған кезде үтір нүктемен аяқтаймыз. Cout осылай кетті, А тең дедік, үтір нүктемен аяқтаймыз. Sin осылай А дедік, операция аяқталды, үтір нүктемен аяқтаймыз. Енді S-тің мәні, S тең. Біз S тең деп, былайынан S тең А көбейтілген А десек те болады негізінде, бірақ біз егер А-ның 3 дәрежесі, 5, 7 дәрежесі деген бір не болатын болса, сондай 7 дәрежесін шығару керек болса, А-ны 7 рет көбейтіп жатқан бір ұсқынсыз болып кетеді. Сондықтан бізде POW деген бір не бар. POW А-ның мысалы 2 дәрежесі. А-ның 2 дәрежесі. А-ның 5 дәрежесі болса, мынау екіміз 5 болып жазылады мына жерге. Үтір нүктемен аяқтаймыз. Енді осы POW-ды қолдану үшін біз мына жақта include maz H деген библиотеканы қосуымыз керек, именно C++ тілінде. Ал неде? Java-да, C#-та прямой қолдана берсеңіздер болады. Ешқандай ештеңені қоспайық, сразу maz.pow деп оның среда разработкада көрсетіледі. Python үшінде де оның несі среда разработкада көрсетіліп түсіндіреді. Жалпы біз есептің түсіндірілуі осы қазір тақтада шығарған кезде жалпылама синтаксиспен жазып отырық қазір. Енді осы S-ті мен нәтижеге былай экранға шығарым керек. S тең деп. Сосын осы жерге мысалы 5 берсем, 5-тің квадраты 25 деп мынаны шығарым керек. Яғни мен мынаны шығару үшін не істеймін? Cout яғни консоль out деген секілді. Стрелка былай Cout-қа қарап тұрады. Осы жерде мен мынаны жазу үшін S тең деп осылайдан жазуым керек. S тең. Және мен мына мәтінді қосу үшін былайынан тоже жалғаймын. 25 емес, мен осы жерде 25 ненің мәні бол? Мына S-тің мәні. S үтір нүктемен аяқтаймын. Программа аяқталды. Біз есеп шығаратын кезде
ең басты мақсат, назар аударатын нәрсе, бұл мына есепті шығару үшін бізге қандай мән керек, ол мәнді немен сипаттаймыз, және ол мәннің формуласы қалай жазылады деген секілді осылай анализ жасап отырып біртіндеп есепті құрастырып кете береміз. Әзірге жақсы, сау болыңыздар.